Бәлән, кімнің ала жібін аттап кетті ме? Білмеймін ғой, әйтеуір елдің бәрімен ассалаумағалейкум. Амандасып тыныш жүрген сияқты боламын ғой негізі. Кәдімгідей ел болып ше. Дүйім жұрт, мемлекет болып, бүкіл жұмысты ысырып қойып тұрып, іздейтіндей ондай преступник емес сияқты едім ғой деген ғой. БТА банкті тонап, миллиардталып переводкен абляс құсап шығарып қойғандар ше. В общем ше, олай-бұлай енді анда кетіп қалатсам, темекі сушняктарыңды алып келіп отырасыңдар ғой айналайындар. Осы сендерге сеніп отырмын, мен басқа кімге сенемін. Бәлі GTA-дағыдай 5 жұлдыз жанған шешеңді істеген аяқ асты. Қазір 6 жұлдызды күтіп отырмын. Сол жанса, охо, полная коллекция ғой, короче. Абляз көке бір ренжіп жатыр дейді анаяқтан. Мені нахуй етіп іздемейді деп. Өкпесі қара қазан дейді жаңағы. Бәлі. Ит, мысық, шошқа, бүркіт, бір-екі борсығымен іздеп жүргендер ше. Қайсар бауырларыңыз? Розыста деп құрметтастар. Кімнің ала жібін аттап кетті ме? Ілестеп қойды дейсіздер ма? Білмеймін ғой, әйтеуір елдің бәрімен ассалаумағалейкум. Амандасып тыныш жүрген сияқты боламын ғой. Негізі? Ел болып ше. Дүйім жұрт. Елдер асырып айтып жатыр ғой, там 5 жылдан 12 жылға дейін санкциясы екен, розыста екен, басқа дейді да. БТА банкті тонап, абляс құсап шығарып қойғандар ше. Жоқ, достар, 214-ші бап бар бұл жерде экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды, незаконный предпринимательство дейді да. 214-ті алайық десек, қылмыстың құрамы бұл жерде кемейді. Ол бизнес ашып жатқан жоқ, басқа только реклама жасап жатыр. И дальше адам өзі шешім қабылдайды, ойнау қажеттігін или ойнамай ма дальше. Екіншісін алатын болсақ. 307-ші бап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру. Игорный бизнес. Ол да келмейді. Игорный бизнесті ұйымдастыру қалай? Ол просто реклама жасап жатыр, лотерея жасап жатқан жоқ. Или казино ашып жатқан жоқ, незаконно. Просто инстаграмда ссылка қояды. Ссылка сен қаласаң ойнайсың, қаламасаң ойнамайсың. Қылмыстың құрамы жақты. Енді дополнительно тағы бір бапты 217-ні алатын болсақ, қаржылық пирамида құру және оған басшылық ету вообще келмейді. Қатысы жоқ. Қаржылық пирамиданы жарнамалау деген бар да. Енді ол 217 примадин деген жарнама, реклама деген сөз ғана келіп тұр. Бірақ ол пирамиданы жарнамалап отқан жоқ та. Оның іс-әрекетінде тек қана әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 455-ші баптар. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қайсардың іс-әрекетінде қылмыстың құрамы бар ма, жоқ па? Менің өзім пікірім, менің өзімнің былай саралауым бойынша заң жүзінде қылмыстың құрамы жоқ секілді. Неге? Себебі ол жерде незаконный предпринимательство жасап жатқан жоқ, пирамида жарнамалап жатқан жоқ, не болмаса игорный бизнес ұйымдастырып жатқан жоқ. Енді реклама жасап жатыр, реклама жасаған үшін басқа бап бар да. Ал 214 қозғаған күннің өзінде де ол жерде ол шетелде жүрген адам, оған розысты қалай қойып жатыр, оның допросы керек, оның іс-әрекетін саралау керек та, құзырлы. Ол әлі допрос бермеген, оның қылмыстық іс тіркелген енді біліп отыр. Действительно, реклама, онлайн казино жасағанға реклама еткенге барлығымыз қарсымыз. Бірақ прямо адамды былай істейтіндей, розысқа беретіндей ондай әрекет деп ойламаймын. Пікірлеріңіз